Харе Кришна, Бхагавани Прабhu. Поклоны. Харе Кришна, Бхагаван Прабhu. Бүгінгі тақырып ол бірінші санатана дхарма, рухани мәңгілік рухани мәдениет, сосын ведалар, санскрит тілі деген не, ведалардың пайда болу тарихы және ведалардан басқа жазбалар. Ең бірінші мен бастайын дегенім сол веда дегеннен бастайын. Веда деген санскрит тілінен аударғанда ол білім деген білдіреді. Білім және немесе орысша айтқанда учение вед, қазақшада ведалар білімі. Осы ведаларды біз бедел авторитет дейді ғой, авторитет қылып қабылдаймыз. Себебі біздің біліміміз ол кемшілікке толы. Себебі біз осы материалдық өмірге дүниеге келген кезде біз иллюзияға түсіп, материалдық энергияның иллюзиясына түсіп, өзімізді дене деп санап кетеміз. Және осы дене деп санаған кезде бізге сол материалдық энергия әсер етеді, және осы жағдайда біздің біліміміз өте кемшілікке толы. Сол кемшіліктерін айта кетсек, ол 4 кемшілік бар. Біріншісі ол қате жасау. Әр адам осы адам болып туылғаннан кейін қате жасайды. Мысалға, Шри-Прабхупада рухани ұстазымыз айтады, Махатма Гандидің үлгісін келтіреді. Махатма Ганди кезінде оны ұлы адам деп санаған, бірақ соның өзінде де қандай адам болған кезде соңғы жиналысында оның кеңесшісі айтқан тұғын, Махатма Ганди, оған бармай қойыңыз, ол жиналысқа, мен достарымнан естідім, ол жақ өте қауіпті деп. Бірақ оны соңынан тыңдамай барған еді, сол жиналыста ол қайтыс болды. Сондықтан адам қандай болғанмен ол қате жасау кемшілігі онда бар. Екіншісі ол адам иллюзияға түсіп, бағанағы айтқандай өзін дене санап кетеді. Иллюзия деген майя дейді. Ол жоқ нәрсеге сену, яғни вера в то, чего нет деген. Біз мысалы дене деп санаймыз, яғни ол біз иллюзияға түспейміз. Үшіншісі ол алдау. Алдау оны көп үлгі керек емес, ол әркім өмірін өткен, немесе адамды алдаған, немесе адам біреуді алдаған, ол адамның осы кемшіліктерінің бірінен. Және төртіншісі сезімдердің толық еместік және жетілмегендігі, сезімдердің кемшілігі. Мысалға, адам дейді, Құдайға сенбеймін, Құдайды көрсетті, мына көзбен көремін дейді. Бірақ бұл көз біздің сезім мүшелері, көз, олар толық емес, олар кемшілікке толы. Мысалға, бізді Шри-Прабхупада айтады, мысалға бізді қараңғы жарық жоқ бөлмеге қойып қойса, біз өзіміздің қолымызды да көре алмай қаламыз дейді Шри-Прабхупада. Сендер осы көзбен Құдайды көрсет деп айтасыңдар ма, ақымақтар, сондай кезі бар айтылған. Ол деген сөз жаңағыдай бізде сезімдердің кемшілігі бар. Ал ведаларда, ол осы веда білімінде бұл кемшіліктер жоқ. Сол үшін біз осыларды қабылдаймыз. Сосын келесі тақырыптардың бірі, келесі тармақ ол санатана дхарма деген сөз. Мен осы санатана дхарма дегенді аударғанда, санатана ол мәңгіді, дхарма деген қазақша қалай аударып түсінбеймін. Бірақ бір ұқсастығы келді да, бір ұқсас, ол не? Ол қасиет. Сол кезде бір үлгіде келеді ғой. Мысалы, қанттың қасиеті тәтті болу, да? Тұздыкі тұзды, да? Бұрыштыкі әші болу, тура солай адамның да өзінің дхармасы болады. Яғни ол осы өмірде дүние өмір сүрсе, оның мысалға отбасылық өмір сүретін болса, ол отбасылықта әр адамның өзінің дхармасы бар. Мысалға, еркек адамның өзінің дхармасы бар, әйел адамның дхармасы бар. Және де ол бірақ дхармалар бұл осы материалдық өмірге байланысты. Бірақ біздің рухани неміз бар, дхармамыз бар, жаңағы рухани қасиет, ол санатана дхарма, ол мәңгілік, ол жанның қасиеті, ол әрқашан қызметте болу. Адам немесе ол өзінің сезімдеріне қызмет етеді, немесе өзінің ойына, нәпсісіне, адамдарға, жануарларға, мысалға үлгі болған адамдар, мысалы жалғыз адамдар болады ғой, ешкіммен араласпайтын, өзі сондай бір депрессивный адамдар, ол көбінесе үйіне андай күш қатып алады,
үлкен кісілер күшті мысық болады и сонымен қарым қатынас болып соған қызмет етеді, соған бір бақыт іздейді да. Ал бірақ сонда да адам бақытты болғысы келеді, бірақ бақытты сол өзінің сезімдеріне қызмет етемін немесе нәпсісіне қызмет етемін деп адамдардан бақыт іздеп немесе сондай болғанымен, бірақ сонда да жүрегі толық болмайды, жүрегі қанағатты болмайды, тыныштық таппайды. Сол кезде осы санатына дхарма берді. Санатына дхарма деген ол жаңағыдай құдайға қызмет қылу, құдайға берілу қызмет қылу және сол қызметті істеу. Иә, сол немесе адамда таңдау еркісі бар ғой, немесе ол осы орысша айтады высший объект служения, немесе ол жоғары талғам мен талғамда жоғары талғам таңдап құдайға қызмет етеді, немесе өзінің нәпсісіне, сезімдеріне қызмет етеді. Және де ол бақытты болмайды, бірақ сезімдеріне қызмет етсе, өйткені сезімдер ол соқыр ғой, соқыр ол анау аттың үстінде кетіп бара жатқан кезде, асау ат болса, арбаның үстінде кетіп бара жатқан кезде жүгенін жіберіп қойса, ол ат соқырады, ол еще асау болса, ол дұрыс емес жолға барады, бір соғысып қалатын нәрсе болады. Ал ақылда ол наоборот, ақыл ол керісінше, ақыл ол көз көреді да. Біз сол ақылды қолдану керекпіз. Әйтпесе тек қана сезімдерге қызмет ете беретін болсақ, ол жануарлардан айырмашылығымыз болмай қалады да. Нәпсіміздің талаптарын және сезімнің талаптарын істей берсек, біз жануарлардан ешқандай айырмашылық болмайды. Бірақ адам денесіне туылғаннан кейін, бізге ақыл бергеннен кейін соны қолдану керек. Сол және осы адам денесі өзін тану үшін берілген да. Мысалға өзінің санатаны дхарманы түсіну үшін, өйткені жануарлардың денесінде оқты сезімдер қатты да, ол сезімдер қатты, сезім ләззаттары ол қатты, оқты ақыл жоқ, сосын қиынырақ болған. Бірақ адам денесі берілгеннен кейін осы мүмкіндікті пайдалану керекпіз дегендей. Енді осы бірақ білімдердің барлығы ведаларды ол санскрит тілінде жазылған. Мен осы ұстаздардың лекциясына естігем, осы біздің жер планетасы бар, және жер планетасының үстінде тағы да планеталарда полубоги, ол қазақша білмеймін қалай аударылады, олар санскрит тілінде аударылады. Санскрит анау жазуысында деванагири деген сөз. Харе Кришна. Деванагири деген жаңағыдай язык богов деп аударылады екен, және сол тілде сөйлеседі. Осы ведалар осы санскрит тілінде жазылған. Және де осы Враджендра Кумар Прабу деген ұстаздардың бірі бар, сол айтады, осы санскрит тілі, оны оқыған кезде ол осы біздің дейді, орысша қазақша не десе болады, ой десе болады, біздің ойымызды тазартады. Сосын ведалардың пайда болу тарихы, ведалар, басқа жазбалар, енді ол тақырыптарды айтпай тұрып, осы сізден де естейін деген оны айтады ғой, обратная связь болсын деп ше, осындай қызықты. Өзіңізде кішкене осы салада не ойлайсыз, осы ведалар туралы, біздің өміріміздегі маңызы туралы, санатана дхарма туралы кішкене ойыңызды айтып кетсеңіз. Мен қосатыным енді веда негізінде сен тура айтып шықтың, ол Құдайдан берілген білім. Ол сен айтқандай ешкімнің қателесігі жоқ. Сол үшін ол еш уақытта өзгермеген ол білімдер. Соның артынан егер біз осы бірақ бір айтатын сол ведалар енді оны білім алу үшін бір несі бар шығар, оны кейін может өзің айтып шығатын шығарсың. Веданы өзіміз емес, ұстазымыз болу керек та, сол оқуға, білімді не қылуға. Кейін неге дегенде, сен айттың ғой, жаңа адамның өзінің 4 немесі қателігі болады. Адасады, біреуді алдайды, сезімі не қылады кейін. Бірақ веданың, Құдаймен айтылған ведалардың қателігі жоқ. Бірақ енді оны оқып та өзіміз оқи алмаймыз. Сол үшін веданың өзінде жазылған веда сол білімдеріні ұстазбен не қылу керек, білім алу керек.
ұстазың болмаса, о өзіміз ішінсіге түсіне алмаймыз оның ішінде. И сен дұрыс айттың, ол бері ол оқығанымыз анау мысалы үшін ислам дінінен Құран шарифті оқып жатқанда, солардың сураны оқып жатқанда не үшін оқитынын енді ол миды тазалайды дегенімді, ойды тазалайды. Не дейді, біздің немелерімізді тек ондай нәрсенің, бірақ денені де тазалайды, денені де тазалайды. Сондай несі, күші бар, күш қуаты бар. Тағы да санатына қармада қосатын болсам, біз бәріміз енді Құдайға құлшылық қылуымыз керек дейміз. Бірақ біліміміз болмаса, әркімге не дейді, қызмет қыламыз, әркімге құлшылық қыламыз. Құдайға емес, Шила Прабхупада ведада айтқандай, әрбір тірі жан дейді, біреуге қызмет қылады. Мысалы үшін мынау артында тұрған ағашты да алсақ, ол да қызмет қылады. Несін жемісін береді бізге, да? Жемісін береді, болмаса саясын береді, еш болмаса мал келіп оның жапырағын жеп кетеді, болмаса құрт жеп кетеді оның жапырағын. Соның қызмет атқаруы да басқа бір. Сол сияқты адамның да несі, қасиеті қызмет қылуда. Енді бірақ осы веданы жақсылап оқып білім алып не болса, сонда білет кімге не дейді, қызмет ол қасиеттірек болады. И ең түпкі мақсаты ол негізінде адамның Құдайға құлшылық жасау керек, та? Адам Құдайдың құлы болу керек. Ең алғашқы сол оның бір қасиеті, да, сол қасиеті істейтін бұл өмірде. Бұл өмірге неге дегенде сен дұрыс айттың, жаңа өтіп өттің ғой, сол адам өзі не үшін келеді? Бұл тек қана Құдайды тану үшін келеді. Басқа ешқандай бір мақсат жоқ. Ол адам дене берген Құдай сол үшін адамды адам қылып жаратып қойған, сол менің алдыма келсін деп, сол ақылды берген. Басқа неме дейді, не дейді, қалып дейді ма, ол формада, жизненный формада ондай неме жоқ, та? Тек қана адам немесінде қалпында, адам денесінде сондай бізге мүмкіндік берген Құдай. Соны таны аламыз деп. Басқа немеде, мысалы үшін мал қалпында, болмаса басқа формаларда ондай мүмкіндік жоқ. Содан адамды өте Құдай жақсы көреді. Мені таны алады деп, мені алдыма келе алады деп, ақылын істеді. И ол айтқан веданың ішінде, егерде менің алдыма келгісі келсе адам, мен оған ақыл берем деген. Ақыл берем, жолды көрсетем, ұстазды берем, бәр нәрсені берем деп айтылған сол веданың ішінде. И сол санатына дарма дегенің сен біздің алғашқы сол істейтін қасиеттеріміздің бірі сол Құдайға құлшылық. Сол мен әзірге қосатын, міне Зоя апайымыздан қосылып қалды, бір нәрсе қосатын шығар деп ойлаймын. Соның анау екі неме тақырыбын айтқан, әзір өткен тақырыбынан бір қосымшасы болса қоссын. Бақтарезм Прабу айтып кетті, ол да жаңағыдай, енді адам, мына біздің адам болып келгенімізге, адам денесімен, тәнмен келгенге, даже бізге қызығады кейбіреулер, потому что тек осы дене арқылы біз дейтін Құдайға құлшылық жасай аламыз. Тікелей, да, жақсылай кәдімгідей, как положено деген. Бірақ біз оны бағаламаймыз, солай емес па? Вот. Міне, например, животным, хайуандар, животный мир дейді, қалай еді? Олар живут, жаңағыдай, по интуиции, по этим своим, қалай еді? По инстинктам, вот. А бізге не берілді? Бізге сознание берілді, солай емес о? Ойлауымыз керек. Ми не үшін берілді? Ой не үшін берілді? Интуиция дейді, соның бәрі, сезімдердің бәрі берілді ғой енді бізге. Бірақ біздер оны бағаламаймыз, пайдаланбаймыз.
жаңағыдай қалай солай өмір сүреміз. Даже былай айтқанда қазіргі заманда бірен саран адам болмаса, даже көбісі даже тырыспайды оқуға, солай емес, білім білуге де тырыспайды. Бар енді бір 10%, 20% дейді қазіргі өзім. Мен қазақтардың арасында енді білмеймін енді. Бар, бәріміз ислам діні деп жүр, мен ислам дінінде де алып жатқан ештеңелері жоқ олардың. Вот. Тек мен исламмын, мен мұсылманмын дейді, на самом деле онда да біраз ілім бар ғой енді айтқанда. Оны да алып жатқан жоқ, сонымен әйтеуір жағдай былай кішкене айтқанда мәз емес особо. Рахмет, жақсы. Иә. Бақтыгерей бұрға, сіз қосатыныңыз бар ма? Қолыңыз көтеріп тұргенін байқадым. Жаңағы қоспақшы едім да, анау веда өзі негізінде Құдайдың заңы. Құдайдың заңы, адамға берілген Құдайдың заңы демекші едім да, соны қоспақшы едім. Неге дегенде, даже не дейді, осы өмірде жасап жатқанда, мынау дүниеде жасап жатқанда, бізден мысалы үшін Қазақстан болсын, басқа мемлекеттер болсын, әр мемлекеттің өзінің заңы болады, өзінің патшасы болады, сол заң шығарады. Ол заңды біз мысалы үшін орнатып не қылсақ, онда тыныш жүреміз, бақытты көз жүреміз да. Ешкім бізге тиіспейді, не қылмайды. Сол сияқты ол веда деген ол Құдайдың заңы. Сол адамдар егерде соны түсінсе, онда соларға оңай болады. Негізінде сол түпкі мақсатыны егерде адамдар білсе, сол түпкі мақсатын не үшін бұл өмірге келгенде, не істеу керек бұл өмірде. Сонда ғана олар мысалы үшін веданы тануы мүмкін. Сол білімді алып біз не дейді, соның айтқандарын орындап, атқарып сол жұмыстарды өзіміз өзгерсек, өзіміз негізінде түпкі мақсаты веданың не үшін? Адам бақытты болу үшін жазылған нәрсе. Мысалы үшін өкіметтің заңы не үшін жазылған? Адамдарды не дейді анау? Немеден сақтау да, түрмеден сақтау деген, түрмеден сақтау деген да. Сол сияқты ведада адамды не дейді, апаттан сақтауда бақытты болу үшін берілген да Құдаймен. Сол заңдарды біз егерде істеп жүрсеңіз, орындасақ оның бәрін да, сонда ғана адам бақытты болады. Неге дегенде Құдайдың бірақ мақсаты бар, ол адам бақытты болса, тірі жан бақытты болса деп, сол түпкі мақсаты, ең алғысты мақсаты сол. Ол қинау емес, оны жазалау емес, оны анау бір немелерінде апатқа салу емес. Ол сол тірі жан бақытты болсын деп. И ол веда именно не дейді, өркениетті адамдарға жазылған. Өркениетті болу үшін біз басынан бастап әр қадам біліп, ұстазбен соны білімдерді алып, жақсылап түсініп, соны орындап не қылсақ, сонда ғана біз бақытты болуымыз мүмкін. И ол кейін біздің ибратымыз басқаларға не болады дейді ма, біздің басқаларға да пайда болады деймін да. Соны мен кішкене қоспақшы. Тағы да қосатындарыңыз болса, қосыңыздар. Рахмет тыңдаған. Рахмет. Және де осы жерде Алтынай Матаджи отыр екен. Сіздің қосатыныңыз болса, микрофонды қосып бөліссеңіз болады. Харе Кришна, құрметті. Менің басымды үйімді қабылдаңыздар. Мен өте қуаныштымын. Қазақша осылай веда ілімінің қазақша нұсқауының осындай дәріптелуі басталып жатқанына өте қуаныштымын. Өйткені біздің қазақ қоғамына қазіргі кезде осы веда ілімі жетіспей тұр. Менің өзімнің байқауым бойынша жетіспей тұр. Мысалы, ислам дінінде жүріп жатырмыз. Қазір бағыттар өте көп қой. Сонда біздің қазақтың традициясына, мәдениетіне өте ұқсайды веда ілімі. Ішіндегі сөздерді, санскрит сөздерінде де көп сөздер біздің қазақтың тіліне келеді екен. Мысалы, бала деген сөздер бар. Сосын тұсау кесу, сосын бала туылғаннан кейінгі қаншама традициялардың бары осы веда ілімінен, как будто біздің бүкіл мәдениетіміз осы веда ілімінен алынған сияқты да. Негізі о баста жаратылғанда бір Құдай берген ғой бізге мәдениетті. Сол өзгеріп осы заманға жеткен күнде де біздің қазақтың мәдениеті әлі күнге дейін өзгермей қалып қойған сияқты, өзімнің ойым бойынша да. Бұл менің өзімнің мнением. Рахмет, Алтынай, рахмет сізге.
ведалар және басқа жазбалар деген тақырып бар. Мен оны өзім оны изучать етпегенмін, оны бірақ естігендерім айтайын дегенім, осы барлық Құранда болсын, христиан дінде кітаптар болсын, біздің кітаптарда болсын, барлығында осы лекциядан естігем, осы төрт нәрсеге қатысты запрет дейді ғой, сондай бар. Мысалға, етке байланысты, ақшаға байланысты, жыныстық қатынасқа байланысты және арақ немесе осы интоксикация дейді ғой, сондайға байланысты. Осы барлық кітаптарда, қасиетті кітаптарда барлық осы неге бар запреттер. Бірақ біздер сол үлгілерді көрсетіп, жаңағыдай, мысалы, мен досым келеді, мен сол досыма осы нәрсе айтамын, осы барлық дінде бар деп, осы запрет. Еш жерде барлық етті жей бер деп айтпайды. Мысалға, ислам дінде айтады, шошқаның етін жеуге болмайды дейді. Ислам дінде, христиан дінде де соқтаулар бар. Уақытта өздерінің пост дейді ғой, ет жемейтін кездері болады. Уақытта да запрет бар. Бізде вообще болмайды ет жеуге, да. И тыйым салынған, және де ақша туралы. Ақша бізде инициация берген кезде айтады, денежный махинация дейді. Сол мошенничество тоже болмайды. Ислам дінде де харам ақша дейді. Мысалы, ставка бар ғой, қазір қойылады, ставка арқылы көтеру. Уақытта да ақшаны табудың тыйым салған жолдары бар, халал жолдары бар. Жыныс қатынаса да, мысалы, исламда ол зина, ол тыйым салған. Христиан дінде непрелюбодействие, бір несі бар, есін шығып кетті. Сол бізде де ол жаңағы төртінші регулирующий принцип. Осы және де интоксикация, ол барлық діндерде ол тыйым салынғанда. Осы ұқсастықтарды адамдарға алып келіп көрсетіп, міне біздің осы кітаптардың ведалық, бізде мысалға, бізде де кейде болады ғой, біздің өміріміз өз бөлек, веда білімі өз бөлек. Бірақ біздің мақсатымыз өзіміз түсіну, ұстаздар арқылы сол веданың бізге тікелей өмірге қатысы бар екен, және басқалар да түсіндірді. Ол андай емес, мысалға, менің өмірім, мен қазақпын, өмір өз-өзімен, а веда ол Индиянікі дейді. Шрила Прабхупада бүгін несін оқыдым, көбісі айтады, осы санатна дхарма деген ол индуизм деп. Шрила Прабхупада айтады, любой изм, жаңағыдай, соңында изм деген, ол дұрыс емес дейді. Ол санатна дхарма бүкіл осы тірі жанға, всем предназначено дейді, бүкіл тірі жанға. Солай, көбінесе солай түсіну мүмкін дейді. Мысалы, бірақ, осы ведалар ол Индия жеріне келді, бірақ көбісі тек қана үндістерге ғана керек деп ойлайды. Бірақ жоқ, бұл санатна дхарма барлық тірі жанға арналған. Осылай. Әсте оқи бересіз, әсте сосын тіліңізде дамиды. Қасиетті дхарма деген қасиетті міндетіміз деп айтылатын шығар. Біздің қасиетті, Құдайдың алдындағы біздің қасиетті міндетіміз, біздің атқаратын қасиетті міндетіміз ол Құдайға қызмет ету. Құдайға үздіксіз қызмет ету. Әлемді жаратқанда Құдай ең соңғы адам баласын жаратқан екен ғой. Оның адам баласын әрі жаңағы өте ұзақ уақыт жаратқан екен. Өте сұлу қылып, өзіне тартымды етіп, жаңағы өзіне қызмет жасайды деп. Сондықтан біздің ислам дініндегі берілген дін ол база білім болып есептелсе, веда ілімі бізге как академиялық ілім сияқты ғой. Академиялық ілімді біз осы қалыпта, осы жаңа сіз айтып жатқан төрт принципті халыққа жеткізе білу, төрт принципті ұстануды халыққа жеткізе білу, ол үлкен жетістік болып есептеледі. Сосын жаңағы ет жемеу деп жатыр, соның бәрін біздің сана сезіміміз өте төменгі сатыға түсіп кеткен. Біздің Мұхаммед пайғамбардың өзі жылына бір рет ет жеңген деп айтады, бірақ ислам дініндегілер оны дәлелдей алмайды. Олар ешқандай оны түсіндіре алмайды. А веда ілімі ол Құдайдың өзі келіп түсіндіргендіктен, бұл жерде де Шрила Прабхупаданың еңбегі өте зор. Ол кісінің де адамзатқа деген жаңа состраданиесі дейді ғой. Жанашырлығының арқасында, адамзатқа деген мейірімділігінің арқасында біз осы веда ілімін қолға алып отырмыз. Қазіргі заманда оған біз Аллаға шүкір дейміз, Құдайға шүкір дейміз.
Рахмет. Бақтығали бір қосыңыз микрофоныңызды. Тағы да айтатын мына санскрит, айттыңыз ғой, біздің сана сезімімізді тазалайды, ойымызды тазалайды дегендей да. Бірақ тек ол санскритте емес, мысалы үшін любой бір басқа дінді алсақ та, мысалы үшін православияны алайық, ислам дінін алайық, буддизмді алайық, олар не дейді, сол егерде мысалы үшін кітаптан айтылатын суралар болсын, санскриттің шлокалары болсын, оның бәрі Құдайдың айтқан сөзі. И ведада айтылған Құдайдың сөзіменен өзінің несі парқы болмайды деген да. Сонда біз анау веданы оқып жатқанда санскрит тілінде. Енді санскрит негізінде өзі жазылған алғысқы ең алғысқы тіл болған. Содан басқа тілдер содан тараған деп айтылады веданың өзінде. И жаңа Зоя апа айтқандай, веда Бхагавад Гитаны, именно Бхагавад Гитаны, оның несі аудармасы Кришнаның өлеңі деген ғой, енді 5000 жыл алдын берілген. Бірақ негізінде сол Бхагавад Гитаның өзінде Кришна бір әңгімесінде айтады, бұл негізінде бұрын білім веданың өзі. Баяғыда мен айтып шыққанмын дейді, сол 2 миллион жыл алдын деп жатыр ма, сондай немен. Енді оны түп қашан шыққанын енді қазу мақсатта емес. Ол әңгіме просто түсіну керек, что ол білім, ілім бізге Құдайдан берілген, соны біз түсінуіміз керек та. И түпкі сол мақсатты білуіміз керек та, мына өмірді не үшін берілген Құдай, сол ең немесі. Барлығыңызға рахмет айтамын осы немеге тыңдағандарыңызға, осынша кішігірім өздеріңіздің пікірлеріңізді қосқаным үшін, түсініктеріңізбен бөліскендеріңіз үшін өте үлкен рахмет. Мен әзір шығып кетемін. Өте үлкен рахмет айтамын сіздерге. Қош. Сізге рахмет. Харе Кришна. Қолдағаныңызға. Харе Кришна. Харе Кришна.